тағы да екіге бөлемізді. Бұны осы сигналдың теледидарда видео сигналын амплитуд детектор және видео сейілтіге жібереді. Және оның дауысын амплитуд детектор және частотный детектор, жиілік детекторы арқылы сосын барып дыбыс күшейткішке арқылы жіберіледі. Сосын бұл жерде динамикте шығады бірден сразу. Ал енді мына сигнал, видео сигнал қабылданғаннан кейін приемникте ол былай болып түседі. Мінекей көрсетіп қойғандай бірінші растрда, бірінші сызықта мінекей мынау алғашқы екі сызық, екіншісінде тағы да мінекей мына екі жерді ғана көрсетіп қойдым. Осы екі жері, осы үш жері көрсетіледі. Онан кейін ғана барып бізге керек сигнал мынандай болатын бейне. Мен пунктермен сызып қойдым, пунктермен осы L арқылы мына жерде көрсетіп тұр. Бірақ бұл жерде сәл көзге анық көрінбейді себебі, өйткені біз тек қана сызық ретінде көрсеттік. Бірақ біз бұл жерде 5 сызық қана жаздық, 5 сызық қана көрсетілген. Ал негізі теледидар негіздерінде бізде 3 жүйе көрсетіледі. Ол пал 625 сызық. Яғни біз сызықтарды растр деп атаймыз. 625 растр, секамда 625 растр. Бұл Европада қолданады. Және Америкада NSTS 525 растр қолданады.